Менің түсінігімдегі ұстаз рухы таза, ой өрісі биік, ұлты мен отанының болашағы үшін тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісін көрсетуші. Қоғамды өрге өркендетуші, жаңашылдықтың бастаушысы, жүрегі жылы, көңілі дархан адам. Ұстаздан дәріс алмаған адам жер бетінде жоқ десе де болар. Бұл мамандық сондықтан да киелі. Ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, тегеуріні темір балқытқан жұмысшыда, егін салған диханда, көк күмбезінен әр өткен ғарышкерде, бәрі ұстаздан білім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Ұстаздық қызметте шәкірттермен қарым-қатынаста кішіпейілділік пен мәдениеттілік бірінші кезекте тұру керектігіне көзім жетті. Мен ұстаздықтың ауыр жүгін арқалауды өз жүрегімнің қалауымен таңдадым. Маман ұстаз ретіндегі негізгі ұстанымым баланы тұлға деп тану, оның пікірімен санасу, оқушының кішкентай қуанышын, табысын бағалай білу.